Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен не жейсің?» Что ты ешь? Сегодня с вами научимся правильно использовать глагол «жеймін» – ем, кушаю, и глагол «жемеймін» – не ем, не кушаю. Повторяйте. Жеймін, жемеймін, жеймін, жемеймін. Жақсы балалар. Балалар, бүгін сендермен жеміс-жидек атауларын үйренеміз. Внимательно слушаем и повторяем. Алма, алмұрт, өрік, жүзім, шие. Еще раз. Алма, алмұрт, өрік, жүзім, шие. Жақсы балалар. Теперь попробуем сказать, что я ем, что я не буду есть. Мен алма жеймін. Мен алмұрт жемеймін. Мен алма жеймін. Мен алмұрт жемеймін. Жақсы балалар, әрі қарай. Үшінші тапсырма. Тыңда, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Әсет, алма жейсің бе? Иә, жеймін. Міне, ал, рақмет. Әсет, алма жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Рақмет. Жақсы балалар, бүгін біз сіздермен жаңа әріп үйренеміз. Бұл Х дыбысы мен әрпі. Х дыбысы дауыссыз дыбыс. Мысалы, жиһаз, гаухар, айдаһар. Қайталаймыз. Х, жиһаз, Х, гаухар, Х, айдаһар. Жарайсыңдар балалар. Сенің атың кім? Менің атым Гаухар. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысына 23-ші бет дәптер жазамыз. Оқулықтан 122-123-ші бетті оқимыз. Сау болыңыз.